Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгін міне жұмысқа келе жатып, андай бір көріністі көріп қалдым. Сіздерге көрсетейін деп осылай түсіріп жатырмын. Бұл жерде мына ағаш туралы катальпа деп аталатын сондай сән ағаш, өте керемет. Сондай сәндік жағы өте керемет. Қарасаңыздар, жапырақтары өте ірі. Оған қоса көктемде гүлдейді, аппақ гүл ашады. Және де күзге қарай осындай жемістерін салып тұрады. Ол да өте ерекше бір сән беріп тұрады. Міне мынандай жемістер болады, дәндері. Осылар төменге қарай салбырап тұрады. Бізде енді биыл жаз өте ыстық, сондықтан да кейбір жапырақтар сарғайып, су жетіспегеннен болса керек, солай сарғайып тұрған жайы бар. Әйтпесе өте керемет сәндік ағаш мынау деген. Сондай жапырағы жап-жасыл болып, өте ірі, керемет көрініске ие. Бұндай жеміс ағашын, жеміс ағаш емес, бұл сәндік ағашты көбейту үшін бұларды мына дәндерінен отырғызылады. Күзде осылар пісіп жетіледі, мына дәндері. Содан кейін осыларды үзіп алып, осыларды отырғызса, сол кезде дәл осындай сән ағашын алуға болады. Катальпа деп аталатын сондай өсімдік. Қарасаңыздар, міне өткен жылғы мынандай дәндері мынау жиналмағаннан кейін ашылып төгіліп қалған. Ал енді мынау биылғысы осы пісіп жетілген кезде осыны үзіп алу қажет болады. Содан көктемге қарай отырғызса, дәл осындай ағаш өсіп шығады. Өте керемет ағаш. Сондай керемет сәндік көрініске ие. Маған өте қатты ұнайды. Бұны өсіру қиын емес. Жапырақтарын қараңыздар, өте ірі. Алақан болса, алақаннан 3-4 есе үлкен болады. Одан да үлкен болатын жапырақтарды көргенмін. Бұл енді мына судың жетісу жетіспегеніне қарайды меніңше. Егер су қатты жеткілікті болса, одан да ірі болатын жапырақтар. Азот жеткілікті және де су жеткілікті болса, мына жапырақтар бұдан да бірнеше әлдеқайда ірі болады. Қазірде аса бір кіші емес. Сәндік жағы өте керемет. Осындай ландшафтта қолдануға болады бұл ағашты. Қараңыздар, мына қарағайлардың фонында өте керемет көрініске ие. Ар жағында қарағайлар өсіп тұр, өте биік. Бұның енді формасына келсек, бұны әртүрлі бейнеде өсіруге болады. Бұл еркіне жіберсе, ол өте биік болып ағаш болып өсуі мүмкін. Егерде аз көлемге, кішкентай көлемге, үй жанына бір тар жерге отырғызатын болса, бұны бірдеңе қылып өсіріп, кейін үсті жағын шар сияқты қиып отырса, бұл сәндік сондай формаға бағынады пішінге. Қысқа бойда ұстап отыруға болады, үнемі қырқып отырса, немесе өзінің табиғи бейнесінде осылай өсіре беруге болады. Мына жерде енді діңгек екіге бөлініп кеткен. Өзі қалай өсті, солай өсіп жатыр. Бұл жерде түбінен тарап екіге бөлініп кеткен. Содан кейін бір жағы оңға, бір жағы солға, сол жағы кішкене бәсеңдеу. Осындай көріністе өсіп жатыр. Әртүрлі бейнеде өсіре беруге болады. Сондай ағаш катальпа деп аталатын сондай сәндік ағаш. Үй жанына өсіргенге өте әдемі, ландшафтта қолданғанға өте әдемі ағаштардың бірі. Бүгінге осындай мәлімет арнаға жазылып, лайк батырмасын басып қойыңыздар. Келесі эфирде кездескенше.